Мен такси өтетім кәдімгі, Алматыда да, Астанада да. Әжептәуір таксист болатын, және әңгімешіл таксист болатын. Ол жаңағы шығармашылық адамды такси өтету деген бір жақсы нәрсе өйткені керемет персонаждар кездеседі, кейіпкерлер. Мінез құлық кездеседі. Сауы бар, масы бар деген сияқты. Сонда осы бір университеттің алдынан 3 қыз мінді. 3 қыз мінді, 3 қыз тоқтатты. Бұрын ол кезде Яндекс деген жоқ. Бұл сол 2009 бекен 8 жылдар, сол бір жұмыстан кетіп бір ақшасы жүрген кезде такси өтетіп жүргем. Содан кейін маған айтады, Абай Правдаға апарып тастаңызшы дейді. Мен айтамын, 500 теңге деймін. Ол кезде 500 теңге айтып. Жоқ, 300 теңге апарып тастаңызшы дейді. Мен айтам, 500 теңге апарып тастаңызшы. Жоқ, енді саудаласып тұрмыз да енді. Содан кейін айтады, 300 теңге апарып тастаңыз болады ғой, біз студентпіз ғой дейді. Ол кезде біздің санамыз жетілмеген шығар, бәлкім қазір апарып тастайтын шығар. Сосын айттым, студент болсыңдар, автобуспен жүріңдер, немен такси тоқтатасыңдар? Деймін ғой баяғы. Шешем, жарайды, 500 теңге келістік дейді, отырыңдар деймін, отырады. Бір қыз қасымда отырды, 2 қыз артыма отырған. Сәл былай жүргеннен кейін, Ақберен аға не жазып жүрсіз дейді ғой маған. Енді егер де мен қолымдан келсе, сынапқа айналып, сынапқа. Машина бір тесігін ағып кетіп жоғалатын едім. Жерге кірдім ғой мен, жерге. Сосын мен сасқалақтап қалсам, мен білмеймін, мен бойын жинап үлгермедім ба? Мен Ақберен емеспін, сіз қай Ақберен айтасыз дейді. Сіз Ақберен елі кезексіз ғой дейді. Сосын қой бір өмір шатастырып отырған шығарсың. Жоқ дейді де өлеңдерінде оқиды ғой. Бір сол кезде прок бола қалсын. Ана Абай Правдаға жеткенше, в общем, бір 10 кило салмақ түсірдім енді. Сосын өзі такси өтетпейтін болдым қойдым содан кейін. Ол ең бірінші қарлығаштар, екінші жаңа қарындасым дүкендегі. Сізге бұндай міне жараспайды Ақберен аға деген кезде. Тура солай жаңағындай жер болған мен. Енді соны ойлашы енді, көшеде жүресің бір жерде. Пендесің ғой, өмірде әртүрлі жағдай болады. Бір жерде ашуланып қаласың. Мен енді соншалық бір руханияттың аса бір биік деңгейіне шығып, басында немпі ойнап үйтіп тұрған емеспін ғой енді. Ұрсып жүресің біреуге, тағы бірдеңе ұрсыз өтіп жүресің. Соға сен танып тұрады. Қазір енді тыныш жүретін болдық. Ол еркіндігін шектейді. Кейбір оқиғалар бар, оны кіргізсең, ол тіпті не болып кетеді. Оқырманды да жүрегін ауыр ойлау керек. Жазушының этикасы бар. Не болса соны жазып, адам жүрегін ауыртып, болмаса тым қатты күлдіріп деген сияқты санасына салмақ салуға болмайды. Сол жағын ойладым, екіншіден оған бәлкім сенбейтін шығар деп ойладым. Бір қапынан қосуым керек деп кейін есіме түскен жерлер көп болды. Айталық, менің анам бір керемет маған не жасаған бір, қалай десек болады, бір оқиға болды. Соны мен кіргізсем, бәлкім қазіргіде мен анамды басқаша түсінбес еді халық. Негізі басқаша түсініп жатыр кинодан кейін, ол дұрыс емес. Ол жерде біз шындығында анамды мен ақтап алдым деп ойлаймын кинода. Өйткені ол жетім баланы асырау үшін жаңағындай қадамға барғанын көрсетіп отырмыз. Енді түсінетін адамдар түсінді, түсінбейтіндер не болса соны жаза береді комментарийде. Мысалы үшін анам бір күні менің портфеліме банан мен апельсин салып жүрді. Біздің Семей жақта 80 жылдар банан мен апельсин біздер суретінде көрмейтінбіз. Өзін жемек түгілі. Соны ана сабаққа барған кезде портфельді ашып қойып, есі бұрқ ете қалды. Соған записка жазып қойыпты. Сарбаска мынаны өзін же ешкімге бермейді деп деп. Мен Сарбаска дейтін. Соны сөйтіп тұрған кезде бүкіл балалар қауымына, "О, мына немене банан ба, анау мынау" деп талап алып кетті. Еңіреп жылап тұрмын. Кішкентаймын ғой енді бірінші класс па, екінші класс па. Бірақ сол есімде қатты қалып кеткен. Неге екенін білмеймін, кітап жазған кезде сол жоқ болды. Есіме түспей қалды. Кітап шығып кетті. Қайта оны қанмен терсет, қайта өңдеп, қайта өзгеріп шығара беруге келмейді. Өзім құтыла алмай жүрген кезде.
Енді қазір кітап сатып алғысы келетін адамдар көп болғаннан кейін шығарып қоямын, мен жазғаннан кейін оқыған жоқпын. Жаным, балалар үйір маған жан-жақтан. Бір жақта шұпар жасамай обязательно бала отырады қасымда. Сондай бір оқиға қалып кетті, соны кіріссем болатын еді деп ойлаймын да. Ол күшті енді. Мен өзім жүрегім жылытып нұрландырып жіберетін оқиға болды. Есіме түссе сол. Мамамды қатты жақсы көріп кетемін. Сол кезде енді қайдан тапты ол банан мен апельсин, мен білмеймін енді. Бірден тауып, сол енді мына балам жесін деп салып берген ғой. Или маған ол өте сирек, тіпті бір рет болған оқиға болғаннан қымбат болып тұр ма білмеймін енді. Ата-аналар бәрі балаларына тәтті дәмдің бәрін төгеді ғой. Ондай көрмегеннен кейін бәлкім анау маған жылы көріне ме екен. Бірақ сол үшін-ақ анаң жақсы көрдім, мен жақсы көремін. Жалпы мамам екеуміз біріміз өте қатты жақсы көретінбіз, жақсы түсінетінбіз. Орысша сөйлейтінбіз екеуміз. Өзі айтады, мен балалардың ішінде сенімен байланысым өте жоғары деп айтады. Қиялдарым бәрі орындалып жатса күшті ғой. Бізде қиялдамай құртады ғой. Бізде қиялдамайды, бізде армандамайды. Бала болып кеттің бе, неменеген қиялда болсын, бала болып кеттің, ол сен қолынан келмейді ғой. Оған жету қайда, ол үшін сен пәленшенің баласы болуың керек, түгеншенің баласы болуың керек. Құдайдың баласы мен қиялдасам бәрін береді, болды емес. Қиял деген ол дұға ол. Ол міндетті түрде арабша бір нәрсе оқу, қазақша бір нәрсе оқу емес. Дұғалардың енді әлбетте арабша оқыған ол енді парыз былай айтқанда, бірақ сен қиялың бұл сөзсіз дұға ғой енді. Ол тіпті мықтырақ деп ойлаймын сөзге қарағанда. Өйткені сен сөзге мән беріп отырсың, ана жерде сен қазір визуализация деп жүр ғой енді, сол ғой енді. Қиялдайсың шіркін біздің Қазақстаннан, Сингапур сияқты, Дубай сияқты ел болса деп қиялдаймын. Және ол солай болады, бір адам қиялдаса Құдай береді енді. Әке-шешең қасында болу керек, ең бірінші мәселе бала үшін. Қара нан жеп, қара су ішіп отырсаң да әке-шешең қасында болу керек. Басқа ештеңе керек емес, мен солай ойлаймын. Сен алаңдамайсың, сен ешкім түртпектемейді. Сен жек сұрын үйрек болмайсың. Бірден осы әке-шешеңе жүгіріп барасың, деген сияқты ғой енді. Аш қалмайсың, ертеңді ойламайсың, мазастанбайсың. Вообще ештеңе ойламайсың ғой енді. Бақытты болып жүгіріп ойнай бересің кешке дейін. Сен ойла, 6 жаста, 4 жастан бастап, 6 жастан бастап ойшыл болудан қаншалық қиын? Мынау қалай, мынау неге былай, анау неге былай деп. Ойнау керек адам, бала ол кезде ойнайды. Менің атам айтшы еді, бала жүгіріп ойнай береді, оның ішіне шулап, деп тоқтамайды. Сонда тиіспеңдер, ол баланың өкпесі өсіп жатыр дейді. Кеудесіне диафрагмаға сыймай жатыр. Сосын ол жүгіре береді, кислород керек. Құдай сөйтіп қойғанда. Сен бір бұрышта отырасың. Өкпең өсіріп жүгіргеннің орнына ойланып отырасың. Бұл өмір не нәрсе, мына адамдар кімдер? Адам өзі әке-шешесін таниды адамдарды. Сосын өмір бақи әке-шешесімен салыстырып өтеді. Менің әкем сияқты екен, болмаса менің әкем өйтпеуші еді. Менің әкем мынандай еді, анау мынандай деген сияқты, шешем мынандай деп сөйтіп өтеді ғой енді. Өйткені ол өзінің образы. Менде ондай образ жоқ қой. Шешесіне мен кісі танитын болып өстім. Алла тағала әр тағдырының артына нығмет жасырып қояды ғой. Әрине бақытты балалық шақ деген кім қаламайды оны? Ол сенің фундаментің ғой өміріндегі. Жаңа сұрақ қайталайын. Егер мына атақ, абырой, мына бүкіл қазір қолыңызда не бар? Соның барлығын болған балалық шаққа ауыстыр десе, ауыстырасыз ба? Ойланбастан ғой, ойланбастан. Бұл атақ абырой деген не нәрсе, ол иллюзия ғой мысалы. Ал жарайды, мен адамдар таниды екен, не болып тұтан? Көшеде тоқтатып фотоға түсіпті. Сол ана жақтағы бақытты сол алмастыра алам ба? Алмастырмайды. Дүниеде бар нәрсе болғанда мен қолымда сондай үлкен байлық жоқ енді. Үйімді қимай бере, қимайтын несі бар, ол балалық шағынан андай болып, қайтадан өмірің басқаша болсын десе, әрине ол сөз жоқ оған. Бәрін бере саласың. Ең құрғанда ол қалай болады екен білгім де келеді, балалық шақтың бақытты болатыны қалай болады ол? Мысалы үшін мен мынандай нәрсе байқаймын. Кісі танимын дегеннен шығады. Мен адамның көзінен білемін, жетім ба, жетім емес пе. Осы күнге дейін.
бұрыннан білетін. Адамның көзінде тұрады ол. Ол үлдімен бүлдеге орануы мүмкін. Бай болуы мүмкін. Атақты болуы мүмкін. Басқа болуы мүмкін. Бірақ оған ешқашан көзі бақыт болмайды. Білмеймін неге екенін. Соны көзінен біліп тұрамын. Бір. Сосын мен бір нәрсені байқаймын. 4 құбылас тең өскен балалардың өмірде қандай қиындық болса да, ол бақытты болып жүре береді. Қиналады енді. Тағдырлы болады, анау болады. Кейін еске сейген кезде. Бірақ оның психикасы қалыптасып, әбден иммунитеті қалыптасып үйренгеннен ол кез келген қиындық жеңе алатын шығар деп ойлаймын. Сондықтан ол ұмытып кете береді, жүре береді жаңағы ары қарай. Жақсы өскен ол өйткені. Ал ондай адамдардың көзінде тұрады. Бірақ ондай адамдар бір нәрсені алға алатын болсақ, жетпей қоймайды. Оны да байқаймын. Өйткені ол Алладан басқа және өзінен басқа ешкімге сенбейді. Адамға сенбейді, адамға тәуелді болмайды, адамның ештеңе сұрамайды, өзі жүреді. Өйткені солай қалыптасқан ол. Жаңағындай адамдар енді бақытты болуы мүмкін, бірақ сынып қалуы мүмкін. Қойшы осыны, істемей ақ қойшы, тасташы деп. Салбырап жүре береді өмірде. Сондай нәрселерді байқаймын мысалы. Қате болуы мүмкін, мен өзім көзқарасым. Маған көрінген нәрсе. Сосын мен жаңағындай көз адамындай адамдардың кейін сөйлесе келіп сұраймын, жай Құдайдың баласысың ба десем, иә дейді. Әкім туралы жазылмайтын себебі мен онымен араласқан жоқпын. Мен бірге өскен жоқпыз дегенім ғой. Әкем қайтыс болған кезде Маржан 15 жаста болды. Сосын ол Талдықорғанда бір училищеге оқуға түсті. 85-ші түсті ғой, 86-та ма. Сосын ары жездем екеуі таныс сөйтіп Ақтөбеге кетіп қалды. Ақтөбеде Ырғыз ауданында, Шалқар ауданында ма бір жаққа барып, содан сол жақта келін болды, айтты бүйтті. Сонымен кейін өскен кезде барып, 20-дан асқаннан кейін барып Алматыға көшіп келді. Сөйтіп араласа бастады. Қазір Алматыда тұрады. Әже болды қазір, немерелі. Үлкен қызынан немерелері бар. Кішкентай қыз да қазір өсіп қалды. Бой жетіп. Енді не айтып болады, бұл тағдыр ғой. Ол 15 жасына дейін әкесін көрді. Ол кісіде мен сияқты аңсар жоқ. Әкесін шешесін көріп өсті ғой енді. Сосын ара күйге шығып кетті. Өзінің өмірі басталып кетті дегендей, үлкен өмірі. Мен мүлдем кішкентаймын ғой. Мен аның бәрін өттім. Мен көрген нәрсені ол көрген жоқ әлбетте. Және ол мен көрген нәрсені мен оған айтсам, оған ол ауыр емес. Несі бар отырған не бар деп ойлайды да. Ол өсіп кетті ғой кезде. Өскен адам баланы түсінбейді. Баланың әлемі басқа болады. Көп жерде емес, жалпы солай ғой енді. Сондықтан, мысалы үшін кейде ренжіп қалатын кездеріміз болады. Мен енді айтам. Енді қазір сен маған осылай деп отырсың, кезінде қайда болдың деген. Сөйтсем, ода тұрған не бар енді ол енді? Өтті кетті емес па деп айтады. Оған оңай айтуға. Маған оңай емес ол. Деген сияқты. Ересек күйінде ол енді жетімдік көрген жоқ практически деп айтайықшы. Әрине оған қиын болды. Әкесі қайтыс болып жатса, Асқар Тауғұлов. Анасы күйеуге шығып жатса, әрине ол да үлкен стресс алды ғой енді сөзсіз. Бірақ менікін дейтін не онда болған жоқ қой. Сондықтан ол мені түсінбейді. Ол қыз бала, мен енді ол жат жұрттық екенін түсінгеннен кейін, мен де оған ешқандай енді неге олай деп айта алмаймын. Бірақ екеуміз жаңағындай ұзақ сөйлесе алмаймыз деп айтайықшы. Ұзақ сөйлесе алмаймыз, өйткені біздің қалыптасуымыз әртүрлі болды. Біздің ортамыз әртүрлі араласқан. Ол жаңағы қалай десем болады енді. Шығармашылық ортада жүрмеген адам, қарапайым өзінің өмірін сүріп жүрген адам ғой. Оған менің мысалы үшін осы сұхбат беріп жүргенім, болмаған балшақ туралы жазғаным, ерсі көрінуі мүмкін. Не мынау қайта бұны деген сияқты. Ол халықтық шығармаға айналып кеткенін түсінбейді мысалы. Ол кино түсіріп жатыр, спектакльдер. Мен ойлайды, ол мен өзім істеп жатыр деп соны. Атағым шығару үшін деп. Ондай пікірлер айтады маған. Сонымен ашуланамын, олай емес ол. Бұл Құдай маған осы шығарманы жаздырды, маған осындай тағдыр берді. Ондай тағдырлар өте көп. Біздің әулетте болып жатқан нәрселер
басқа әулеттерде болмай жатыр дейсің ба? Болып жатыр. Енді ол шығармашылық адам болмағаннан ол түсінбейді. Мен айттым, бұл қазақ әдебиетіне қосылған бір үлесім, кішкентай тамшы. Бірақ халық оқып жатыр ғой. Ішінде жазылған дүниесіне күледі, бірісіне жылайды, бірісіне күйінеді, бірісіне сүйінеді деген сияқты. Адамдарға эмоция сыйлайды десем, ол түсінбейді. Сен ол біздің семьяны жазу керек емес деп. Қалай түсінесің? Сен журналистсің ғой. Болмаған балашақ сияқты шығарма жазылып жұрттың бәрі оқып жатса жақсы ма? Әрине. Қанша адам жүрегін жұмсайды. Маған 100% оқырман ішінен мен бұрын ойлайтынмын, жетім балалар көп хабарласатын шығар. Маған мүлдем хабарласпайды. Маған 99% хабарласатын 4 түлік сай өскен адамдар. Біз ата-анамыздың қадірін түсіндік мына шығарманы оқығаннан кейін. Рахмет саған Ақберен деп жазып жатады. Демек бұл өзінің миссиясын атқарып жатыр, жұмысын істеп жатқан шығарма. Солай ғой? Қазір сол кітапты оқып болғаннан кейін мен сізге жекеңізге хат жолдағам, бірақ сіз оны оқымаған сияқтысыз. Оқымадыңыз ғой. Мен былай жазған екем сізге. Ақберен аға, болмаған балалық шақ кітабыңыз мені терең ойға шомылдырды. Бала Ақберенді қатты құшақтап, арқасынан қаққым келді. Адамның сезімін терең сипаттайды екенсіз. Бұл кітапты оқыған адам баласын тірі жетім қалдырмайтын шығар. Қаламыңыз талмасын. Рахмет. Мен бір сұхбаттарда айтпадым, саған бір инсайт ақпарат берейін. Мысалы үшін Өскеменде тұратын бір жігіт, маған bizden көрмеген жігіт. Кездеспегем да. Өскемендікі. Сол хабарласты. Аға, сізге рахмет, сіздің шығармаңыз бір семьяны сақтап қалды деді. Қалай сақтап қалды десем, менің бір досым, әйелімен дұрыс болмай, мен кетем, болмады мынау деп. Кетем деп, менімен кездесті дейді осылай енді. Жандосованың сырын айтқан ғой, кетейін деп жатырмын, болмады енді. Мінезім сәйкес келмеді деп. Сол кезде мен осы кітапты бердім дейді, осыны оқыды. Соны оққаннан кейін ертесінде айттым, ешқайда бармаймын, болды, бәріне шыдаймын деп қалды дейді. Енді ол ана жігіттің дүниесі. Ондайға екін бір кітап оқисап қалай бермейді? Айталық. Сол жігіт кейін Меккеге барған кезде маған видео салып жүрді. Сіз үшін дұға қылып жатырмыз. Оны енді біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Ол жұмыс істеп жатқан шығарма, өзінің миссиясы бар. Сондықтан Алла тағала мені сөйтіп жаратып, маған сондай тағдыр берді. Жазу қабілетін берді. Болмаған балаша жазып шықты. Ол Құдайдың шығармасы деп айтатын сол. Мен өзім ойдан жазатын болсам, андай жазылмас едім бәлкім. Көреміз енді алдағы романымыз қандай болатын. Оған қалай халық қабылдайтын. Ол ойдан шығарылған роман ба? Ол негізі ойдан шығарғанда мынандай нәрсе. Мен әлгі Нәбіс Кекілбаев ағам айтпақшы, мен сағынып барып жазам дейді осы. Сарқып жазбаймын, сағынып барып жазам дейді. Біреулер күндізіне отырып жазған жақсы көреді. Әр жазушының өзінің шеберханасы бар. Өзінің лайфхактары бар дейік. Мен аян болып түспесе жазбаймын. Маған аян болып түсу керек шығарма. Мысалы үшін болмаған балалық шақ деген сөз қате сөз. Балалық шақ болады ол. Ол ауыр балалық шақ болуы мүмкін, бақытсыз балалық шақ болуы мүмкін. Бірақ ол болады да, сен кішкентай боласың ғой, бәрі туасың, өсесің, ол балалық шағын өтеді. Бірақ болмаған балалық шақ деген маған атауын өзі аян болып түскен. Түсімде көрдім. Сосын мен болмаған балалық шақ қойдым. Мен түсініп тұрмын ол қате сөйлем екенін. Бірақ ол қазақша айтқанда атты. Көлеңкелер көбірі деген маған аян болып түскен кітап. Ол өте жақсы оқылды кезінде. Студенттердің қолында жыртылып бітті аяғында кезінде. Одан кейін шығарған шексіздік сыртындағы шам, шаһар кезген, бірдеңе деген кітаптар олай өткен жоқ, өзім қойған аттар. Ал мына қазір жазылып болған роман, ол аян болып түсті. Мен түнде бастырылып қалып, сол роман бүкіл сюжетін көріп шықтым. Бастырылғанда адам бір минут бастырыла ма, қанша секунд бастыратын мен. Сонда мен оянған кезде романның сюжеті бәрі ойымда тұрды. Динада шошып оянды, не болды? Мен роман жазып тастадым, тәрсін жазамын ғой деп, көрпемді қымтап ұйықтайын десем, тұр деп, сол таңғы 4-тен 11-ге дейін біраз жерінен жетіп алдым. Осылай жазамын мен, алай отырып бір. Жеңгеңді айтады маған, уақытын өтіп бара жатыр, ертең денсаулығың нашарлайды, отырмайсың ба кітап жазуға. Мен біріншіден тез жазамын, келетін болса тез жазамын. Ал андай болса, болды, сен тірелесің бір жерге. Адам санасы шектеулі. Сондықтан мен
Алладан күтіп жүрмін. Тілеп жүрмін бағана. Қиялым деген сол, енді Құдайдан тілеп жүрмін. Бір жақсы шығарма берсеңіз деп. Өлең де сондай нәрсе. Өлеңді отырып құрастырып жаза алмаймын мен. Ол солай түссе жазылады. Түспесе, әлемнің бәрін өлеңге көміп тастаудан не пайда? Құдайдан келген дүние болып жазса, ол күшті ғой, ол оқылады ғой. Сондықтан үнемі шығармашылықпен айналысу деген әсіресе мына заманда қиындау. Бірақ мен айттым ғой бағана камера қосылмай тұрған кезде. Жаңағы 40-тан кейін жазған 5 өлеңім, менің алдымдағы 500 өлең болса, оның қасына түкке тұрмайды. 5 өлеңім ол ақиқат таныған өлең. Сопылық сарында жазған өлең. Мен өте сол кезде бір өзіме бір қанағаттанып, өлең көкшен бойынан аспараш тұрау деп айтқандай болдым да өзіме сәл. Мынау енді болады деп. Оның алдында бәрі әртүрлі тұманданған саналар, сондай кезде әртүрлі бір қалай десек болады енді. Күңгірт, бір көлеңкелі бір жағдайда жазылған өлеңдер. Бірақ ол да енді бізді ақын деп танытты ғой. Оның бәрін бас тарта алмайсың. Ол да жақсы өлеңдер, иә. Түрлі пікірлер бар ғой. Оның барлығын сіз мысалы жақсысын келсе қуанып, жаманы келсе мұңайып, бір жүрегіңізге жақын қабылдайсыз ба? Әрине. Қабылдамағанда біреу сен иттеріңді басына қап тұрса жақсы ма? Бірақ енді кешіремін ондай адамдарды. Оған шамам жетеді. Бір жаман болып қалдым мен. Баяғыда Хемингуэй айтты. Мен туралы жазып жатқан пікірлерді, мақалаларды оқымаймын депті. Сосын сап тиылған ғой. Сонда жүйкесіне тию үшін жазады екен ғой. Мақтаған кезде шүкір деп айтамын. Және оны өзім ішімнен білем, менің еңбегім емес екен білем. Бұл Алланың маған беріп қойған рахымы. Не жазсам да жарияланып, әйтеуір халықтың көңілінен шығып жататыны. Менің ешқандай еңбегім жоқ. Таза білем оны. Ал сынап жатса, ол менің жауапкершілігім. Демек, мен өзім ана жерде бір кішкене орашолықтау жазғанын біліп қаламын. Сондықтан халық айтса қалтайтпайды. Адам жалпы өз-өзін мақтамау керек, иә? Бірақ өз-өзін жамандамау керек. Ол үйтсе, сені жарақтан Аллаға тиіп кетеді. Басқалар түгілі. Адам өзін, не дейді әлгі? Өз-өзін сыйласаң, жат жанынан түңілер дейді. Басқалар туралы мүлдем ғайбат айтпауға тырысу керек. Ол өте қиын нәрсе. Өзінді ғайбаттамау керек. Өз-өзін ішінен жеп мүжімеу керек адам. Сосын бір нәрсеге жеттің ба, міндетті түрде бұл Алланың саған бұйырған керемет нығметі деп білу керек. Қателессең, ол сенің өзіңнің жауапкершілігің. Сен қателестің, Алла қателестірмейді. Сондай бір өмірлік лайфхактарды білген адамға өмір сүру анағұрлым жеңіл деп айтайық. Өмір сүру қиын негізі. Бірақ анағұрлым жеңілдетуге болады. Егер сен жаратылыстың заңдарын білетін болсаң, өмір сүру этикасын білетін болсаң, онда сен дұрыс адам болып өмір сүресің. Негізі біздің бұл дүниеге келгендегі де парызымыз сол дұрыс адам болып қалыптасып, Аллаға таза күйінде өзінің аманаттаған рухын қайтарып беру. Сол үшін өмір сүру керек адам. Тамақты да сол үшін табу керек. Дұрыс өмір сүру, дұрыс адам болу үшін. Мысал үшін біреулер айтады, не көрінді, мен біреулер туралы ақшадан өлді ма деген сияқты. Мен ұрлық қарлықты айтып тұрған жоқ. Таза адал еңбекпен тапқан оқшаны. Ол Құдайдан басқа ешкімге тәуелді болмау үшін бизнес жасайды біреулер. Түсініп жасайды. Мен ондайларды өте құрметтеймін, өйткені ол шенділерге жалынбайды. Басқа бай адамдарға барып жалынбайды. Тек Алланың құлымын деп қана есептеп, өз күнін өзі көреді. Ондайларға мақтау айту керек деп ойлаймын. Іштей болсын. Сол себептен адам өзіне баға бере алмайды негізі. Ол сырт көзге, сосын адам әртүрлі ситуацияда әртүрлі ашылады мысалы. Бір батыр болып жүрген керемет осы сұмдық
әңгіме айтып жүрген адам қиын қыстау заманда сыналып қалады. Сыналатын кез болады ондай адам. Өйткені әр айтқан сөзіне жауап береді адам. Міндетті түрде белгілі бір жағдай түсіп қалған кезде ол іші қорқақ біреу болып шығады аяқ астынан. Ондайларды көрдім. Ал мен осындаймын, кереметпін, анау мынау деп жүрген адамда сондай бір ситуация түскен кезде ол жай ғана бір жүрген біреу болып шығады. Өзің басын ғана күйттеп жүрген. Ал бір адамдардан ерлік күтпейсің. Ойлайсың, мынау бір жүрген ынжық біреу екен. Сорлы біреу деп ойлап жүрсің, ол батыр болып шығады. Біреуден кейде даналыққа бергісіз сөздерді естіп қаласың. Сол себептен қызық ол адамды сынау, адамды бағалау деген өте қиын. Жаңа біз адам танимыз деп отырмыз, ол енді былай жалпы табиғатын танып қаласың ғой. Кез келген жағдай, оқиға адамды батыр қылатын, не болмаса ынжық қылатын сондай, азғын қылатын, көрсететін сондай. Күші буы болады деп айтып жатады ғой. Ақшаның да, атаққа, абыройдың да буы болады дейді ғой. Сол буына тұншық қалмас үшін сіз жаңа осылай бірден бұл менікі емес, Алланың еңбегі. Енді мен бала кезімнен оны білемін ғой. Мен бала кезімнен Құдайдан сұраған нәрсенің бәрін беріп жатыр. Маған президент беріп жатқан жоқ, бір министрлер беріп жатыр, Құдай беріп жатыр. Соның ақиқатына көзім жетті ғой. Мен ол бір будан ет қалмайын деп тұрмаймын мен өйтіп ойламаймын. Қиын жағдай болса сынақ деп қабылдаймын. Жақсы жағдай болса Алланың берген нығмет деймін, болды. Жүз ақымақтық қой енді, қарашы сен өзің мысалы үшін. Сен байсың дейсің, бай болсаң өзіңе байсың, не ол? Оны біреуге жекіп сөйтіп сөйлеп тұрсаң, сен хайуаннан қай жерің артық? Атаға абыройды жарайды, Құдай берді саған. Алла тағала бүкіл адамдардың жүрегін саған бұрып қойды. Сені жақсы көреді халық, ешім нәрсе қыртып тұрсаң енді. Ақымақтық қой енді. Мен соны түсінемін ғой просто, енді ол болмайды ол. Білмеймін, мен сен жазғанды оқыған шығар, мен жауап беремін, мен әдетте. Жауап бермеппін ба? Оқымағансыз ғой, өйткені оқылмады деп тұр. Солай ма? Ана хаттардың ішінде жасырылған деп тұратындар бар емес пе? Сондай жаққа түсіп кеткен шығар. Жасырылып қалатындар. Біраз адам жазады енді. Кейде апталап демей қойын, бірнеше күн кірмей кетсең толып қалады. Сен Инстаграмнан жазып отырсың ғой, WhatsAppқа жазса жауап беремін. WhatsApp үнемі жанымда десең. Қазір әлеуметтік желілерге көп кірмеймін. Әлеуметтік желіге келсең ауырып қаласың. Әдеби ортада қазір жырақ қалдым мен. Көп бармаймын. Өз біріншіден шақырмайды, екіншіден барсаң бір білмеймін, бір нәрсе қайтасын айтыр. Қазіргі жастар кітап оқымайды деген сөздерді көп естіп жатамыз да, үлкен болғаннан. Кітап оқи ма, оқымай ма сіздің ойыңызша? Оқиды. Өзім кітабымнан көріп отырмын ғой. Ең көп жастар оқиды мен кітаптарын. Метромен сирек жүрмін. Метроға кірген кезде бір күн таң қалғам мен. Бәрі кітапқа үңіліп отыр, телефонға емес. Енді бізде бір керемет парктар жоқ шығар. Парктерде мен бәлкім жүрміз. Бірақ жастар өте көп оқиды кітапты қазір. Мен жастар жақсы көремін қазір. Керісінше біздің буын оқымады. Біздің буын өзі бір білмеймін қанша кітап оқыған. Бірақ әйтеуір керемет оқыған болып жүреді ғой. Олай емес. Жастар көп оқиды. Жастар білімді қазір. Тілді көп меңгереді. Технологиялар керемет біледі. Шетелге кетіп жатады. Соның бәрі жастар істеп жүр ғой. Адам кітап оқымаса, болмаса өзінің бір таным көкжиегін кеңейтпесе, ол Америкада несі бар, Гуглда жұмыс істеп, басқа бір жаққа қалай барады ол? Ол көрсеткіш ол. Оқымаған адам қалады боқсасын, қазақша айтқанда. Оқиды жастар. Рахмет. Қорытынды сұрақ. Егер қазіргі Ақберен, бала Ақберенге бір сыйлық сыйлау керек болса, не сыйлар едіңіз? Неше жастағы Ақберенге? Сол бір 8 жастағы Ақберенге.
8 жастағы Ақберенге болса велосипед сыйлайтын едім. 12 жастағы Ақберенге болса мен Құран мен жайнама сыйлайтын едім. Көрдің ба, біз әке-шешесі өскеніміздің бір кесірі, одан кейін Совет үкіметінің кезінде, Совет үкіметі деп әдейі айтып отыр, Мұхтар Мағауин айтты, Кеңес үкіметі деп айтпады. Кеңес деген қазақтың қасиетті сөзі дейді. Совет үкіметі деп атын айтты дейді. Совет үкіметі кезінде өмір сүргеніміздіктен біз Құдайға кейін өте жай келіп қалдық. Мен 40 жасымнан кейін келдім деп айтайық. Бірақ мен жүрегімде үнемі Құдай болатын, бірақ жаңағындай толық жаңағы діннің категориясындағы емес. 12 жастағы балаға мен айтатын едім, сен намаз оқы, 45 жасқа келген кезде мен енді мықты боласың деп айтамын. Ол міндетті түрде мықты болар еді. Көп жерде басын тасқа да тауға соқпас еді. Ал 8 жастағы Ақберен ол ештеңе түсінбейтін еді, оған велосипед керек болады, мен білем оны. Өзім білем ғой, өзім ғой. Сондықтан велосипед беріп, мен оған кішкене көңілдендіріп қойдым. Менде бір теория бар, қызық болғанда. Уақытың жете ме? Мысалы үшін мынандай нәрсе. Ол кішкентай кезімде ойлайтын. Сол менің кішкене көп нәрсеге қолым жетсін деп ойлаймын. Бізді көріп отырған адамдарға лайфхак. Мысалы сен қазір жасың қаншада? 27-те. 27-те, иә? Сен 17 жастағы өзіңмен сөйлесуің керек. Сосын 47 жастағы өзіңмен сөйлесуің керек. Сосын 57 жастағы және 67 жастағы өзіңмен сөйлесуің керек. Сонда 67 жастағы өзің 27 жастағы саған айтар еді. Сен ертең мынандай жерге қуып кетпе, ана жаққа барма, бүйтсең сөйтесің. Өйткені мен 67-те келдім, қиын болып отыр маған қазір. Ал 67 жастағы жағдайы жақсы адам болатын болса, сен дұрыс келе жатсың деп айтады. Содан сен тәрбиеленесің. Және сен 17 жастағы өзіңе айта отырып, 27 мен 37-дің ортасындағы шаруаларды реттеуің керек. Мен солай істеймін. Мысалы мен қазір 45-темін ба? Мен шамамен ойлаймын, 20 жылдан кейін 65 жаста Алла ғұмыр берсе, мен қандай қариялыққа бет бұратын адам болуым керек. Соған сәйкес қазір дайындаламын. Өйткені 65-тегі кісімен сөйлесемін. 65-тегі Ақберен деген ағамен сөйлесемін өзіммен. Сол айтады маған. Намазын тастап қойма, бит қойма, сөйт қойма деп айтады. Оны кәдімгі елестейсің, түрін бәрін көзін жұмып қойып сөйлесесің. Қызық лайфхак, ол адамды сергітеді. Ол мысалы үшін маған кейде айтады, 65 жаста. Сен что-то бала көп жалқауланып жүрсің, сен бүйтіп жүрсің. Сен қалай 65-тегі мен сияқты боласың дейді. Параллельно мына жерде 65 жаста ештеңе қол жетпеген бір шал отырады. Сол айтады, мен сияқты болма Ақберен дейді. Сол сияқты нәрсе де. Бұл енді ұзақ, бұл сондай бір теория. Иә, бұл жақсы лайфхак. Сосын маған мысалы үшін болмаған болашақ әлі болып жатқан сияқты, өткен шақта. Мен ойша барып келемін де, сол 10-11 жастағы Ақберенге айтып, бәрі күшті болады, ертең сен бұл туралы кітап жазасың. Ол ана жақта жұбанады, мен соны сеземін бір қызық болғанда. Сен бәрі жақсы болады, қорықпа қазір, өтесің бұның бәрінен. Мұрнын шүртейтіп алып, алға жүре береді ол. Өйткені 45 жастағы мен солай айтқам ғой өзіме. Мен 10 жастағы 45 жастағы өзімен сөйлестім ғой. Сол кезде ол маған деталін айтқан жоқ, болмаған болашақ туралы жазасың, кітап шығады. Бірақ ол маған сен мықты жазушы боласың. Сен ел танитын болады. Сен жағдайың жақсы болады, бәрі дұрыс болады сенде. Қорықпа деп айтты. Аға, расымен фильмге идея ғой, кәдімгі. Енді айтып отырмын ғой. Мен ештеңе жазбайсыңдар деп айтасыңдар. Болмаған баласыдан басқа. Мынау расымен ештеңеге ұқсамайды. Мен өткен параллельный әлемдер бар ғой. Уақыттың кеңістігінде де өлшемдер бар. Мен мысалы үшін өлейін деп жатқан Ақберенді көремін, шал. Шал деп айтып қойшы, ақсақал дейікші, бір ақсақал. Соның дүниеден өтірер кезде Құдайға жақсы болып өту үшін қазір қызмет етуім керек деп білемін да мен оны. Ол сол өлейін деп жатқан ақсақал Ақберен маған риза болады. Сен болмағанда мен қалай болады жағдайымда. Ал мен 45 жасымда Ақберенмен сөйлескен кезде ана балар, мен ол 45-тегі ризамын, қазір риза отырмын. Сосын Алла тағала өзі оны реттейді бәрін.
лайфхак сендерге, әсіресе жастарға.